Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 110-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ұшқыш болар баламын. Келер шақ. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, сол бойынша мазмұнын айтамын. Етістіктің қай шақта тұрғанын ажыратамын. 27-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде, көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге, анау менің асу белдерім, асқаралы тауларым мен көлдерім, туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, соның негізінде мәтіннің мазмұнын айт. Мәтінде туған жер туралы айтылған. Асу белдер, таулар, көлдер барлығы сол өлкенің әсем табиғатын еске салып тұрғандай көз алдыңа келеді. 28-ші жаттығу. Мақал-мәтелдерді жатқа жаз. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Азаматпен дос бол, қадірінді біледі. Келер шақ етістіктерін тап, оларға сұрақ қойып өзара салыстыр. Келер шақтағы етістіктер жеткізер, біледі сөздері. Не істейді деген сұраққа жауап береді. 29-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үш шақта жаз. Оқы, көр, ойна сөздері берілген. Осы шақта оқып отырмын, көріп отырмын, ойнап отырмын. Өткен шақта оқыдым, көрдім, ойнадым. Келер шақта оқимын, көремін, ойнаймын. 30-ші жаттығу. Сызбаны пайдаланып, етістіктің шақтары туралы білетініңді айт. Етістіктің осы шақ, келер шақ, өткен шақ деген үш түрі болады. Осы шақ дегеніміз дәл қазіргі уақытта болып жатырған іс-әрекет қимылды айтамыз. Келер шақ әлі болмаған, белгілі бір уақытта болашақта болатын іс-әрекет қимылды білдіреді. Өткен шақ бұрын болып кеткен іс-әрекет қимылды білдіреді. 31-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды. Жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Жұмбақтың жауабы әрине ұшақ. Етістіктерді тап, қай шақта тұрғанын айт. Етістіктер жүзеді, қақпайды, жүреді, жатпайды. Келер шақта тұр. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құра. Жазда ұшақпен Турцияның Кемер деген қаласына демалуға барамыз. 32-ші жаттығу. Сызбаға қарап ойлан, содан соң өзің қорытынды жаса. Мен, сен, біз, өз, көр, ойла, қуан деген сөздер берілген. Мен өсемін, мен көремін, мен ойлаймын, мен қуанамын. Сен өсесің, сен көресің, сен ойлайсың, сен қуанасың. Біз өсеміз, біз көреміз, біз ойлаймыз, біз қуанамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, мен деген бірінші жақта тұр, жекеше түрде. Сен деген екінші жақта, жекеше түрде. Біз дегеніміз бірінші жақта, көпше түрде тұр. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.